Дәл осындай дәмді самсаны тек өзім ғана жемей, сіздермен де рецептісімен бөлісейін дедім. Қабыл алыңыздар. Алдымен жылы сүтті ыдысымызға құямыз. Одан соң жылы су, тұз, ашқынымызды салып араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болуы қажет. Артық зат қоспаймыз. Описаниеге рецептісін қалдырамын. Осындай көтерілген қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп, жоғалап жайып аламыз. Арасында кез келген 72-де 5% майды ертіп жаға саласыздар. Үстінен жаңағы екінші золамызды алып келіп, осылай қойып, оғанда май жағамыз. Жақсылап қысып ораймыз. Арғы шеттегі гарчокқа, бала-шағаға оқтауға мүлдем назар аудармаймыз. Зейініміз қамырда болсын. Осылай орап 2 сағатқа холодильникке жіберіп, майы қатқан соң өзімізге керек бөліктерге бөліп, ортасынан шетіне қарай жайып, салмасын салып, тауықтың кез келген баласын алып бетіне жаға саламыз да, күншітті себе салып газге жібереміз. Осындай дәмді әп-әдемі самсалар дайын. Келіңіздер бірге шай ішейік мына самсалармен.